Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз Қазақстанның ядролық қарудан өз еркімен бас тартуына не себеп болды деген арнада болмақ. Ендеше кеттік. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қазақстанға мол ядролық арсенал мұра болып қалды. Бұл көрсеткіш бойынша жас мемлекет әлемде 4-ші орынды алды. Сол жылдары Қазақстанның түрлі өңірлерінде континентаралық баллистикалық зымырандарды ұшыру үшін 148 шақтылық қондырғы орналасты. Және сонымен қатар Қазақстанда 40 стратегиялық бомбалаушы ұшақтар болды. Оның 13-і Ту-95 МС-16, 27-сі Ту-95 МС-6 ұшақтар еді. Және оларға 370 ядролық оқтұмсықтары бар қанатты зымырандар болды. Бірақ Қазақстан кеңестік мұрадан бас тартып, өзін ядролық қарудан азат ел деп жариялады. Қазақстан президенті болғаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаев ядролық арсеналдарды тексеру үшін еліміздің барлық аймақтарында болып қайтты. Олардың арасында ұзындығы 34 метрге жететін баллистикалық зымырандар да болды. Бұл 10 қабатты ғимараттың биіктігі. Мұндай зымырандарға арналған ұшыру шахталардың тереңдігі 1 шақырымға дейін созылып жатты. Қазақстанның қолында 1216 ядролық оқтұмсық болды. Бұл көрсеткіш бойынша жас мемлекет ақш, Ресей және Украинадан кейін әлемдік ядролық клубтың көшбасшыларының қатарында болды. Салыстыратын болсақ, сол кездегі Францияның арсеналы 512 оқтұмсықты құраған, Ұлыбританиянікі 296, Қытайда 284 оқтұмсық болған екен. Ол кезде ядролық қаруды таратпау туралы келісім әлемде 20 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келген болатын. Ядролық державалар жаңа ядролық мемлекеттердің пайда болғанын әсте қаламады. Сондықтан ай өткен сайын барлық ядролық қаруды Ресейдің қолына жинауға шақырулар жан-жақтан күшейе түсті. 1991 жылдың соңында 4 жаңа мемлекет ядролық арсеналды жалпы бақылау механизмін құруға тырысты. Бұрынғы КСРО-ның стратегиялық күштерінің біріккен қолбасшылығының қажеттілігі туралы Минскіде жаңа келісімге сәйкес ядролық қаруды қолдану туралы шешімді Ресей президенті қабылдауы керек еді. Бірақ міндетті түрде оған Украина, Беларусь және Қазақстан басшыларының келісімі керек болатын. Сондай-ақ ТМД-ға кіретін басқа да мемлекеттермен бұл жөнінде кеңесу керек болатын. МАГАТЭ мен НАТО Қазақстанда, Украинада, Беларусияда өздерінің қолдарындағы ядролық қаруды сақтау және таратпау жөніндегі қауіпсіздікке кепілдік бере алмайды деп қорықты. Қазақстанды ядролық қарусыздандыру әлемдік қоғамдастықтың басты міндеті болды деп айтуға болмайды. Әлемдік қоғамдастық Украинаның да, Беларусьтің да, Қазақстанның да ядролық арсеналдары халықаралық қауіпсіздікке үлкен қауіп төндіреді деп есептеді. Әсіресе украиналық арсенал үлкен болғандықтан және Беларусь пен Украинаның зымырандары аумақтық жағынан НАТО елдеріне жақын орналасқан болатын. Ал Қазақстанда Семей полигоны орналасқан. Ол сол кезде жартылай консервацияланған болатын. Ал Курчатовта ашылған ұлттық ядролық орталықтың жұмыс істеуі сол кездегі елдегі күрделі қиын экономикалық жағдайға байланысты бұл орталықтың да жұмысы өте қиын болатын. Енді Қазақстанның ядролық қарудан бас тартқандағы басты себептерінің бірін атасақ, Қазақстанның ол кезде ядролық қаруды үнемі жауынгерлік дайындықта ұстап отыруға мүмкіндігі болмады. Және ядролық оқтұмсықтардың сақтау мерзімі шектеулі болды. Оны үнемі тексеріп жаңартып отыру керек болатын. Мысалы, Кеңес одағында жасалған ядролық зымырандарды 4 жылдан артық сақтау мүмкін емес еді. Оларға жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету керек болатын. Ядролық қаруды өндіруге арналған барлық өндіріс орындары КСРО-ның басқа республикаларында орналасқандықтан Қазақстан ештеңе істей алмады. Сондай-ақ
Ол кезде ұлттық кадрларымыз да жеткіліксіз болды. Ал ресейлік мамандардың бізге адал қызмет етпеуі белгісіз болатын. Дәл сондай жағдайда ядролық қаруды ұстап тұру жас баланың қолына ұстара ұстатқанмен бірдей болатын. Сондықтан да атом бомбасынан бас тарту мәселесінде Назарбаевтың ұстанымын дұрыс деп ойлаймын. Анығын Аллах біледі. Сонымен қатар Америка құрама штаттары бастаған батыс мемлекеттерде Қазақстанға қысым көрсете бастады. Сол кездегі ақш-тың мемлекеттік хатшысы Джеймс Бекермен кездесуінде Нұрсұлтан Назарбаев өзінің американдық қонақтарын Қазақстанның ядролық державалардың милитаристік клубына қосылуға деген ниеті жоқ екендігіне, оның техникалық жағын қамтамасыз ету және зымырандарды өз аумағында ұстау шығындарын төлеу қабілетсіздігін шынайы бағалайтындығына сендірді. Және президент ретінде ол өзінің республикасында ядролық қондырғылардың болуын қаламайтынын, сонымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев ештеңе алмастан Қазақстанның ядролық арсеналдан бас тартпайтынын және айқын көрсетті. Біріншіден, мен қауіпсіздік кепілдігін алғым келеді деп еске алады ол. ақш-тың Ресеймен жалпы ұзындығы 5600 шақырым болатын бұрынғы Кеңес Республикасының қауіпсіздігінің кепілі бола алмайтынын білген Джеймс Бейкер Назарбаевты бұл талаптан қатаң түрде бас тартуға шақырды. Әңгіме Қазақстанда орналасқан әрбір құрлық аралық баллистикалық зымыранға қарсы 3 америкалық зымыранның бағытталған туралы қатаң ескертумен аяқталды. Бұл мені қорқытпайды және бәрібір бұл мәселе емес деп жауап берді Нұрсұлтан Назарбаев. Біз барлық мәселелерді тең құқылы негізде шешетін боламыз. Ең алдымен Қазақстан ядролық қарудан бас тартқанда оның орнына не алатынымызды білуіміз керек деді. Қазақстан ядролық қарудан бас тартуға мәжбүр болды. Біріншіден, кадр мәселесі. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде көп мамандар, әсіресе әскери салада қызмет ететін мамандар Ресейге қоныс аударып жатты. Ядролық қаруды сақтап, оны бақылауда ұстау тым көп қаражатты талап етті. Ал жаңадан тәуелсіздік алған Қазақстан үшін ол қиынға соқты. Алайда Кеңес одағы тарағаннан кейін алғашқы жылдарда Қазақстан сол мерзімдегі аймақтағы және барша әлемдегі қалыптасқан жағдайды ескере отыра, өзінің жеріндегі ядролық қарудан аластатуды тоқтата тұру саясатында ұстады. Себебі осы уақыттағы біріншіден, ядролық мемлекеттер тарапынан Қазақстанға қарсы атом қаруын пайдаланбауға деген кепілдіктің берілмеуі. Екіншіден, кейбір ядролық мемлекеттердің Қазақстанның атом қаруынан арылуына ашық қысым көрсете бастауы. Үшіншіден, Қазақстанның өз ішіндегі ядролық қарудың болашағына деген әр бағыттағы пікірлер мен ұсыныстардың қалыптасуы, тағы басқа жағдайлар мемлекеттің өз территориясына орналасқан ядролық қарудың орнын айқындауға деген шешімін жан-жақты салмақтауға мәжбүр етті. Қазақстан ядролық қарудан бас тартқанда не ұтты деген сұраққа жауап берер болсақ, біріншіден, ядролық мемлекеттердің ядролық шабуыл жасамау туралы кепілдіктері. Ол алдымен ақш, Ресей, ал соңынан Қытайдан берілді. Екіншіден, ядролық зымырандарға орналастырылған байытылған уранның құнын қайтару туралы келісім Назарбаевтың ақшқа сапары барысы кезінде жасалды. Қазақстанның ядролық қарудан арылудағы атқарып отырған жұмыстарына өзіндік баға берілді. Қазақстан тұрғындары ядролық сынақтардың зардаптарын жақсы біледі. Семей полигоны аумағында ядролық сынақтардың тарихы, бұл аймақ пен елдің тұрғындарының қайғы қасіреті өзінше бір тарих. Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан алғашқы мемлекет ретінде бүкіл әлем қауымдастығын ядролық қарудан азат әлемге бет бұруға шақырды. 1991 жылғы 29 тамыз Қазақстан тарихында халықтың ерік жігерін қолдайтын айтулы күндердің бір ретінде мәңгі қалады. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей ядролық полигоны жабылды.
ядролық полигонды жабу туралы бұрын-соңды болмаған шешім әлемдік қауымдастықтың кең қолдауын тудырды және Қазақстан бұл әрекетті бүкіл әлемге жас елдің бейбітшілікті сүйетін саясатты ұстанатынын көрсетті. Семей полигонының аумағында 1949-1989 жылдар аралығында 500-дей ядролық қару сынағы өткізілген. Сынақтардың әсерінен көптеген аймақ тұрғындары зардап шекті. Кейбіреулері әлі де өздерінің денсаулығына әсер еткен ядролық сынақтардың зардаптарын сезінуде. Семей ядролық полигонының жабылуына танымал Невада-Семей антиядролық қозғалысы әсер етті. 1989 жылы 28 ақпанда мыңдаған адам жиналған Қазақстан Жазушылар одағы ғимаратының жанында митинг өтті. Содан кейін Невада-Семей қозғалысы ресми түрде құрылды. Сол жылы Невада-Семей қозғалысының арқасында жоспарланған 18 жарылыстың 11-і тоқтатылды. Семей полигонындағы соңғы жарылыс 19 қазанда болды. Қалай болған күннің өзінде біздің қауіпсіздігімізге кепілдік берілді. Қазақ елі ядролық қарудан бас тарту арқылы өзінің имиджін жақсартып алды. Мәселен, Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес өкілі болып 2 жылға сайланды. Қазақ елі әлемдегі ең ірі уран сатушы мемлекетке айналды. Біз мұнай мен бидай өтпей жатқан кезде уранның арқасында экономикалық жағдайымызды жақсартып аламыз. Сүйкімсіз елдердің қатарына қосылып, экономикалық санкцияға ұшыраудан аман қалдық. Және ең бастысы жеріміздің тұтастығын сақтап қалдық. Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатының бір керемет тұсы өзгелердің жерімізге баса көктеп кіруіне сылтау жасауға мүмкіндік бермеді. Бізге ең бастысы жеріміздің тұтастығының сақталғаны қажет. Ал жерімізді сақтап қалу жолында қандай шешім қабылдасақ та жарасымды. Себебі жерсіз отан жоқ. Ал отан болмаса ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетесің. Бұл екінің біріне белгілі жайт болса керек. Ұзын сөздің қысқасы, ядролық қарудан бас тартудың жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Қадірменді көрермендер, осы видео ұнаса лайк басып, осы арнаға жазылуларыңызды сұраймыз. Және өз ойларыңызды комментарий арқылы бөлісулеріңізді сұраймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.